Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың дінаралық үнқатысуларды дамыту жөніндегі бастамасының өзектілігі мен дергесінде көтерілгендігін әлем лайықты бағалауда. Дүниежүзінің саяси картасында бейбітшілік пен келісім күшіне мүдделердің баршасын өзіне тартып отыратын жаңа нүкте пайда болды. Жаңа мемлекет ретінде көп ұлтты, көп дінді мемлекетті құрып, ядролық қарудан ажырап, жаңа қоғам құрып жатқан елміз. Сондықтан бізге деген сенім діндердің арасынан, халықтардың арасынан өте көп екеніне біз ризамыз. Осы миссияны көтеріп жүргенімізге өзімізге қуаныш деп санаймыз. Дүние жүзіндегі бірлікке, бейбітшілікке, дінаралық татулыққа Қазақстан өз үлесін қосып келеді, қоса береді. Сіздердің бізге көрсеткен сенімдеріңізге мен өте көп ризамын.